Қайырлы таң, құрметті көрермен, таң шапағатымен келсін. Бүгінгі жасаған істеріңіз берекелі болсын. Дәл осындай керемет көңіл-күймен біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі құрметті мейманымыз бизнес кеңесші, психолог Табиғат Қаутай. Табиғат мырза, ортаға шақырамыз. Қайырлы таң. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Бәрі жақсы ба? Бүгін ұйқыдан қалай тұрдыңыз? Жақсы тұрдық, иә. Жақсы, ендеше құрметті көрермен, біз сұхбатты бастаймыз. Экран алдынан алыстамаңыздар. Табиғат мырза, сізді жаңа бизнес кеңесші деп таныстырдым, және психолог деп, екеуінің қайсысы сізге жақынырақ? Енді негізі бизнес аналитикпін негізі. Бірақ соңғы бірнеше жылда психологиямен айналысып кеттім. Бұл себебі? Себебі қазақты бизнес жасауға үйрету емес, бизнесқа емес та, андай психологиясын дұрыстау керек екен. Психологиясы дұрысталса бизнесменнің, одан кейін бизнесті өзі алып кете алады екен. Соның бір көзі түсінді. Яғни алдымен психологияны, одан кейін бизнеске өтіп, екеуі жалпы ұқсас нәрсе ғой, былай қарасаң. Бизнеске де бір психология керек. Бизнес ол амал, психология ол ниет десе де болады. Яғни ниет арқылы амалға көшу, тамаша пайымдау. Жақсы. Енді бүгін Табиғат мырза құлағдар шығарсыз, біздің тақырыбымыз этика, ұлттың этикасы деген сияқты. Жалпы Әбу-Насыр әл-Фараби бабамыз айтқан екен, этика дегеніміз жақсылық пен жамандықты айыратын бір дүние деген, сіздің түсінігіңіздегі этика, ұлттың этикасы дегенді қалай түсінесіз? Енді этика дегенде оның ішіне үш нәрсе кіріп кетеді. Бірінші наным сенімі, адам не нәрсеге сенеді. Екіншісі құндылықтары, үшіншісі әдебі, тәрбиесі десе де болады. Сондықтан бұл ұлттанылыққа өзгереді, әр уақыттың және де ғасырдан ғасырға өзгереді. Қазіргі таңда бізде мысалы капитализм басым болғандықтан біздің құндылықтарды материалистический болып кетті да. Сондықтан ол біздің бұрынғы кеңес үкіметіне дейінгі қазақтары секілді емес пе біз. Біз мүлдем өзгеше халықпыз. Біздің өзгешелігіміз неде деп ойлайсыз сонда? Көрген нәрсемізге сенеміз. Бұл сонда ерекшелік па? Иә, ерекшелік, бұл қатты ерекшелік. Мысалы, әлемде болып жатқан құбылыстардың қазіргі қазақ көріп тұрған нәрсесінен тұжырым жасайды. Бұрын бабаларымыз көрмей тұрған ғайыпқа байланысты рухани нәрселерге негізделіп тұжырым жасайтын. Бұл өте өзгеше нәрселер. Мысалы, егер егін шықпай қалса, или мысалы мал төлдемей қалса, қазіргі қазақ оны апат деп санайды. Ал бұрынғы бабаларымыз оны тазалану деп санайтын болған. Күнәлардан, қателерден тазалану деп берекет деп санаған. Сондықтан біздің көз қарасымыз әртүрлі. Мысалы, бір оқиғалар болып жатады, ол оқиғалар, допустим, 5-10 оқиға болдық дейші. Қазақ бабамыз сабырлы күткен. Өйткені ол оқиғаларды оқуды үйренетін. Оқиғалар қарайды да, соны бір кітап ретінде қарайтын бабаларымыз. Өйткені оқиғаларда адамның ішкі дүниесі айна секілді көрсетіледі деген мағына бар да исламда. Сондықтан адам оқиғалар қарағанда өзін іздейтін. Оқиғалар қараған уақытта өзін көретін бұрын бабаларымыз. Зейнеткер дегенде үйде немере шөбере баққан немесе ермексіз зеріккен қария елестейді. Белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарының келушілері бұл ойды жоққа шығарады. Зейнет жасы сүйікті ісіңмен айналысуға еш кедергі жоқ дейді әріптесім Айнұр Асылбекқызы. Көрейік. Үйдегі қарияң жазып қойған хатпен тең демекші, қарттарын құрметтеген елдің ертеңі биік, мерейі үстем. Әдемі қартаюдың өзі бір бақыт. Бүгінгі зейнеткерлеріміз өмір салтын қалай қалыптастыруда? Соны білу үшін белсенді ұзақ өмір сүру орталығына келдік. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы елордамыздың 4 ауданында да бар. Күн сайын бұл жерге 100-ге жуық зейнеткер келеді. Осы жерде оларға уақытын тиімді пайдаланып, салауатты өмір салтын ұстану үшін барлық жағдай жасалған. Мұнда 15 түрлі үйірме бар. Зейнеткерлер бірнешеуін таңдай алады. Олардың ішінде тоғызқұмалақ, би, ән, емдік дене шынықтыру жаттығулары және тағы басқа түрлері бар. Тіпті ағылшын тілін үйреніп жүрген қарттар орталықтың шарапатын көріп, тілін жаттықтыра бастады. Жалпы біздің белсенді өмір орталығы 2021 жылдан бастап ардагерлер советіменен жайна қоғамдық бірлестігінің қолдауымен ашылған. Осы жерде қазір 2,5 мыңға жуық зейнеткерлер үйірмелерді пайдаланып соған қатысып жатыр. Енді қанша дегенмен өзінің замандастарын іздейді, замандастарымен әңгімелесіп, шүйіркелесіп, бір-біріменен осы жерде бірмен-бір достасып, бірмен-бір тіл табысып жатқан қарттарымыз өте көп. Сәулем, сәулем, сәулемсің, сәл
Қазақстан Республикасы Еңбек министрлігінің өкілдері 2025 жылға дейінгі белсенді ұзақ өмір сүру аға буын азаматтарының жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы хабарлады. Ол жергілікті бюджет есебінен белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарын құруды көздейді. Бүгін мұндай орталықтар 9 өңірде: Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында, Ақмола, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Ақтөбе және Түркістан облыстарында ашылып, жұмыс істеуде. Келемін деушілерге жеке басының куәлігі мен зейнеткерлік құжатыңыз болса жеткілікті. Былтырғы августтан бастап келе бастадым. Мына Болат Балташевтың басқармасымен ол кісі өте жақсы түсіндіріп, бәрін жақсы айтады. Қазір енді 4-5 айдан асты. Жүріс ширақталды, қимылымыз жақсарды, ұйқымыз тынышталды. Бұл жаттығудың пайдасының өте зор екені әбден біздің ағзамыз түсінді деп айтуға болады. Сондықтан бұл орталыққа үлкен рахмет айтамыз. Сондай әдемі қарияларымыз өздерінің жас кезіндегі армандаған ойларын жаңағы өлеңдерінен қосып айтып елге сол ескі әндерімізді жеткізіп, өсіп халықтың көңілінен шығып жүрміз деп ойлаймыз енді. Бұл жерде жалғыз біз емес, қаншама ансамбльдер бар. Соларға қарап қызығушылығымыз артады. Бірден кені жалғастырсақ екен дейміз. Сондай қызығушылығы өте энергетикасы мықты адамдар жиналған. 60 жастан кейін өмір тоқтап қалмайды. Керісінше жаңа белестерге толы болады. Оған дәлел әлемдік тарихи жетістік. Марафоншы Фауш Синг 89 жасында жүгіре бастаған еді. Ал 94 жасында өзінің жас санатында әлемдік рекорд орнатты. Сондықтан зейнеткерлерімізге айтарымыз: белсенді ұзақ өмір сүру орталығына келуге қорықпаңыз. Жаңа орта, жаңа мүмкіндіктерге жол ашыңыз. Жалпы ұлттық этика ол ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айшықтайтын бір компас десе де болады. Компас, былайша айтқанда. Бағдар беретін нәрсе. Біздің қазіргі жастар неге батыстың этикасына еліктегіш? Бұрын бабаларымыз, ақсақалдарымыз этиканы да жақсы білетін еді, кәсіпті жақсы білетін еді, екеуін бірге жақсы білетін еді. Мысалы, бабамыз 60 жыл бойы бір жерде қой баққандықтан, ол бүкіл сайды, бүкіл орманды барлық жерді біледі жақсы. Оған жастар келіп, қойды бағуды үйренемін деп келеді мысалы. Ол қарт кісі түсіндіреді. Мына жерде былай бақ, мына жерде қара, мына жерде қасқырлар жүреді, былай деген сияқты түсіндіреді. Соны түсіндіріп жатып, әдепті де беріп тұрады. Әдепті де жаңағы культураны, мәдениеттің ақиқаттарын барлығын сонымен араластырып береді. Жас адам шыққан уақытта һәм бір жағынан кәсібін біледі, һәм де тәрбиелі болып шығады. Сондай бар еді. Кейін технологиялар келді. Технология келгеннен кейін енді технологияға жас адамдар бейімірек болады. Жастар қартсыз да кәсіпке үйреніп алу несі пайымдалды да, бейімделді. 20 жастағы адам қартқа қараған уақытта станокты, технологияны қабылдауды немесе жұмыс істеуді жақсырақ біледі. Сосын ойлады, қартқа барып қайтем деген секілді. Сондан кейін қарт адамдардың керексіз деген мағына пайда болды. И технология келген сайын бірінші, екінші, үшінші индустриялық революциядан кейін ақсақалдар мен жастардың ортасы тіптен алшақтап кетті. Байланыс болмай қалды. Тек қана тойда бір бата беру, микрофон беру секілді бір декоративный бір функциясы болса, сол ғана болды. Атак басқа ешқандай функциясы жоқ. И сол себепті де жаңа мысалы қарт кісілермен бірге тұрған жастар біледі, енесімен мысалы сый салмайды себебі де сол. Өйткені керексіз балласт дейді ғой, былайша айтқанда бір груз, абуза секілді қарайды да үлкен кісілерге. Сондай нәрсе болып қалды. Сол себепті енді әдепке үйрететін қарттар жоқ. Оны әдепті қарттан барып ізденетін жастар жоқ. Сондай болып қалды. Сол себепті жастар өздері үйренуге тура келді. Технологияны үйрендік, ананы үйрендік, одан кейін не істейміз деген секілді. Өйткені бұл жастарда кейін өздері бала көтереді, балалы болады. Енді ол балаға да сөз өтпей жатады өзінің. Өйткені өзінің ата-анасын кезінде тыңдамаған. Енді баласына сөз өтпейді, сол кезде ата-анасын түсінеді. Бірақ кеш түсінеді, 40-45-тен аса деген секілді. Одан кейін үйреткісі келеді, қалай үйретеді, сосын алады да жаңағы батыстың, шығыстың нелерін жаңағы этикасын үйренуге тырысады, жаңағы философиясын, кайдзенін, анасын, мынасын үйренуге тырысады. Қазақ халқының мәдениеті комада десе де болады, сондай бір нәрсе. Оны қайтадан тірілту қолдан келе ме, келмей мен точно айта алмаймын. Негізі бұл өте ауыр сөздер жаңа сіз айтқан. Ұлттың этикасы комада жатыр деп айтты. Идеологиямыз комада жатыр деп тұрсыз. Енді бұл шығу жолы? Шығу жолы мынандай нәрсе, бабаларымыз істеген жолдан қайтадан жүрген дұрыс. Екі нәрсе, кәсіпті жақсы жасай алатын адамдар мен этиканы бірге ұстай алатын, екі құндылықты бірге ұстай алатын сондай адамдар керек.
Қазір бізде көрермен түсінбей қалуы мүмкін. Неге бабалардың деп, яғни ескілікке жолға емес, яғни бизнеске. Жоқ. Осыны бір түсіндіріп өтсеңіз. Иә, ол ескілік емес, ол көнелік десе де болады, бірақ ескілік емес. Өйткені ескі деген сөздің негативті бір несі бар да, бір дәмі бар да. Көне нәрселермен айналысқан дұрыс. Неліктен? Өйткені бабаларымыз көп нәрсені зерттеп кеткен. Біз әлі кішкене қазақтың кім екенін білмейміз. Мысалы, бір қарапайым сұрақ. Кей адамдар болады, мысалы, қайтыс болса, бір ұлт қиналады да. Кей адамдар қайтыс болса, мысалы, бір район жергілікті біраз топ адам қиналады. Кейбір адамдар қайтыс болса, мысалы, бір отбасы қиналады. Кейбір адамдар қайтыс болса, тіпті адамдар қуануы да мүмкін. Бұл адамның құндылығын көрсетеді кеткеннен кейін. Сол секілді, мысалы, сол формуламен егер қазақ халқына қолдансақ, 19 миллион қазақ халқы қазірге, мысалы, бір сәтте жоқ болып кетсе, әлем қалай реакция берер еді? Қуанар ма еді, қайғырар ма еді, жоқ болып кеткенімізді сезер ме еді, сезбес пе еді, мысалы. Мәселе осыда да. Сондықтан мен ойламаймын, қазақ халқы жоқ болып кетсе, әлем қиналып қалады деп. Сондай нәрсе бар да. Шынымен келеді. Мысалы, Қытай жоғалып кетсе, көп нәрсе тұрып қалады. Еврейлер жоғалып кетсе, тұрып қалады. Қазақтар жоғалып кетсе, не тұрып қалады? Мен білмеймін. Сондықтан бұл жерде андай нәрседе қазақ халқының қадірін көтеру өте маңызды. Ол мәселені біз жасай алмадық, өйткені біз ауру халдеміз қазір. Бізді емдеу керек. Емдегеннен кейін рекордтар қоя аламыз. Біз қазір емделмей жатып рекорд қойғымыз келеді да, жүгіргіміз келеді, аяғымыз әлі ақсақ денесек. Әйтпесе, Корея секілді болып кетуі мүмкінбіз. Мысалы, мен Корея мемлекетін оқыдым. Оңтүстік Корея ма? Иә, Оңтүстік Кореяда. Ол жерде екі түрлі Корея бар. Біреу қарт кісілер бар, көп жұмыс істеген, фабрикалар тіпті өлген, сондай өте көп болған. Олар Кореяны тез көтерді. Тез көтергеннен кейін жастар келді, сол комфортты алды өздеріне. Дайынға отыра салды. Иә, дайынға отыра салды, бірақ құндылықтармен еш айналысқысы келмейді. Екі түрлі Корея бар. Мысалы, білмеймін енді, ол жерде мен 2 жыл тұрдым. Қарт кісілермен жастар бір-бірін еш сыйламайды, еш сөйлеспейді. Екі бөлек әлем секілді. Бұл туристқа көрінбеуі мүмкін, бірақ тұрған адамдар көрінеді. Театрға қаншалықты жиі барып тұрасыз? Ай сайын немесе мүлдем барып көрмедіңіздер ме? Олай болса, келесі сюжет сізге пайдалы болмақ. Әріптесім театрдағы дресс-код, өзін-өзін ұстау және басқа да ережелер жайлы айтады. Бірге көрейік. 2000 жыл бұрын ежелгі Грецияда пайда болған театр қазір рухани азыққа айналып отыр. Жазушы Шерхан Мұртаза театр көбейсе түрме азаяды дейді. Себебі мәдени ортаның көрерменіне қояр бірнеше талап бар. Көрермендер көбіне кешігіп келеді. Бұл театр заңдылығына кішкене болсын қайшы болып табылады. Сахнада ойнап жатқан актерларға, ол жақтағы ұжымдарға бізде кешіп келген көрермендер кедергі жасайды. Ертерек келген дұрыс. Және де бізде театрда киім үлгісіне де ерекше мән береді. Мұнда классикалық киім үлгісін киіп келген дұрыс. Мұнда кейбір адамдар қарапайым киіммен келе салады. Бұл да біздің театрдың кішкене болсын мәртебесіне зиян келтіреді. Театр әдебі киім ілетін жерден басталады. Дәл мына көріністегідей дөрекілік көрсетуден аулақ болыңыз. Керісінше киім қабылдаушымен амандасып, сырт киіміңізді ыңғайлы етіп беріңіз. Ертерек келген болсаңыз, театрмен танысып, 3-ші қоңырау соғылғанда көрермен залына өтіңіз. Орныңызға жайғасарда басқаларға ыңғайсыздық туғызбаңыз. Кешірім сұрап, ілтипат білдіріп өткен дұрысырақ болады. Орындықтың екі шетіне жайғасып алмаңыз. Барынша жинақы болыңыз. Театрда ұялы телефонға үңіліп, қарқылдап күлетін, сағыз шайнап отыратын көрерменді де кездестіруге болады. Дұрысы, ұялы байланыс құралын өшіріп, қойылымға мұқият зер салу. Сонымен қатар, театрға тамақпен, үй жануарымен келуге тыйым салынады. Осындай жерлерге жастар жиі келетін болса, әрине олар Қазақстанымыздың болашағы, осы жас өспірім балалардың мәдениеті жоғарылаған сайын бізде елімізде алға шыға береді. Сондықтан театрға жиі келейік деп айтамын. Қойылым көңіліңізден шықпаса, үзілісте кетуге рұқсат. Ал егер спектакль үзіліссіз болса, аяқталғанша отырыңыз. Міндетті түрде қойылым соңында театр ұжымының еңбегін бағалап, орныңыздан тұрып, қошемет көрсетіңіз. Актерлар сахнадан кеткенде ғана залдан шығуға болады. Осы ережелерді біліп жүрсеңіз, мәдени ортаның сыйлы қонағы боларыңыз анық.
Тәрбие мен жалпы ұлт этиканың айырмашылығы бар ма сіздің түсінігіңізде? Ұлт этикасы ғасырдан ғасырға өзгереді. Бұрын мысалы орыстарға еліктедік деген секілді. Кейін жаңа мысалы қазіргі уақытта бәлкім Кореяға, Қытайға еліктегеніміз бар, Америка деген секілді. Бұл ғасырдан ғасырға этика өзгереді. Бір екіншісі этика отрасль бойынша, жұмыс бабы бойынша да өзгереді мысалы. Білмеймін, ауыр производство дейді, ауыр неде жұмыс істейтін адамдардың этикасы өзгеше болады. Олар аз сөз, көп іс деген қарау мүмкін. Офиста отыратын кісілердің этикасы көбірек сөз болуы мүмкін, көбірек қағаз болуы мүмкін деген секілді болуы мүмкін. Бұл орнынан орынға өзгеретін нәрсе да. Ал тәрбие мәселесі бұл ғасырдан ғасырға жалғасатын құндылықтарға негізделген нәрсе. Бұл мода секілді келіп кететін нәрсе емес. Бұл ғасырлар бойы жататын нәрсе. Мен комада жатқан деген нәрсем де сол бір жағынан. Біз өзімізді өкінішке орай сол жағын ұйықтап жатыр. Оны ояту керек та қайттан. Бұрын бұл мәселені идеология шешетін. Социализм келді, коммунизм келді, солар шешетін. Қазір идеология жоқ. Идеология болмағандықтан халық енді не нәрсеге ориентир жасау керек. Әрқайсысы өз бетінше ориентир іздеп кетті. Қазір психологтардың қатты көтерілу себебі де содан. Өйткені әркім өзіне бір ориентир іздейді, компас іздейді. А идеология жоқ. Идеология болмағандықтан не істейді, сосын барып алады да жаңағы психологпен барып ақылдасады. Психолог өзім не біледі, өзінің андай көзқарасына байланысты бір нәрселер айтады, сонымен жаңағы кісі амал етіп кетеді да. А жалпы халық ретінде бір нәрсеге фокус жасай, бір концентрация жасай, бір мақсаттың жаңағы арқасынан жүрейік, жоспарымыз болсын. Бірінші мына жылда мынаны істейміз, мына жылда мынаны істейміз, мына былай шығамыз деген ондай бір үлкен бір жоспар керек та қазақ халқына. Таңертең барлығымызды алаңдататын сұрақ не киемін? Күнде киім таңдау уақытымызды көп алады. Олай болса, тығырықтан шығатын жолды таптық. Капсулды киім кешек. Назарларыңыз экранда болсын. Не киемін деген сұрақ қыз-келіншектерді ғана емес, ер адамдарды да жиі мазалайды. Шкафы лық толы болғанымен киетін киім жоқ. Мұндайда мамандар капсулды киім-кешекті пайдалануға кеңес береді. Қалайша аз киімнен бірнеше киім үлгісін дайындауға болатыны жайлы стилист Балжан Жұмабектен сұрап білейік. Балжан, ең әуелі капсулды киім-кешек дегеніміз не екенін айтып өтсеңіз. Капсулды киім-кешек ол бағыты бойынша, түсі бойынша және стилі бойынша бір-бірімен үйлесетін заттардың жиынтығы. Мысалы, сіз жұмысқа, не болмаса спортқа арналған капсулды киім-кешек жинай аласыз. Ол сіздің күнделікті жинауға кететін уақытыңызды үнемдейді. Капсулды гардероб жинаған кезде ең маңызды нәрсе оны бір киімнің төңірегінде жинау. Мысалы, күнделікті достарыңызбен кездесуге арналған капсулды гардеробты бір көйлектің айналасында жинап, яғни осы көйлекпен үйлесетін заттарды жинай аласыз. Балжан, олай болса, сіз дайындаған капсуланы сынап көрейік. Алғашқы образда жібек матадан тігілген қара көйлектің үстіне фактуралық жекетті киіп, әдемі образ шығардық. Келесі үлгіде жекетті қоңыр түсте шидеге алмастырып, классика стиліндегі киім үлгісіне айналдырдық. Үшінші образда жейдені футболкаға алмастырып, үйреншікті ақ қара киімге сөмке қостық. Классикалық көйлекті барқыт матадан тігілген шалбар мен жейдеге ауыстырдық. Нәтижесінде кез келген шараға киетін ыңғайлы киім үлгісін шығардық. Ал соңғы үлгіде жейдені жекетпен алмастырып, тағы бір образ дайындадық. Осы киім үлгілері кез келген жағдайға ыңғайлы. Ал енді ерлерге арналған капсулды киім-кешекке көшейік. Капсулды киім-кешек таңдауда ең маңыздысы олардың бір-бірімен стиль бойынша үйлесімділігіне, яғни жұмысқа арналған, не болмаса спортқа арналған, түсі бойынша және де сіздің қандай мақсатқа қолдануыңызға мән беру. Олай болса, ерлерге арналған киім үлгілерінде киіп көреміз бе? Қатаң классикалық киім үлгісі кез келген ер азаматқа жарасымды. Ал екінші үлгіде фактуралық пенжекті қара түстес кардиганға алмастырып, жаңа бір образ шығардық. Кардиганның үстінен бір түсті күртені киіп, кез келген жағдайда сәнді болып көрінетін үлгі дайындадық. Төртінші киім үлгісі әрбір ер азаматтың сырт бейнесін әсемдеп, ерекше рең береді. Жейденің үстінен қарапайым жемпірді киіп, үйреншікті бейнені түрлендірдік. Бір байқағанымыз, соңғы киім үлгісінде екі киімнен бірнеше киім-кешек үлгісін дайындадық. Капсулды киім-кешектің бар құпиясы үйлесімділікте. Түстердің өзара жарасымды, формасы мен стилі бірдей киімдердің жиынтығы күнделікті сырт келбетіңізді әсемдей түседі. Біз бар жоғы 4 киімнен тұратын шағын капсуладан 5-6 киім үлгісін дайындадық. Егер оған аксессуарларды қосатын болсақ, саны 10-ға да жетіп қалады дейді маман.
Көктемде қаражатыңызды үнемдеп, сұлу болып жүріңіз. Жалпы қазірде жастарда мынандай дүние бар да, ата-анасы тез үйлен дейді. 25-ке толып ерте үйлен дейді. Жастар керісінше жаңа әлемді көргісі келеді, карьера дейміз де, бір шенін өскістіргісі келеді. Бірақ мына жақта қыспақтаған ата-ана бар. Үйлен балам, жасың келді деген сияқты сөздер бар. Бұны қалай түсіндіріп бересіз? Бұл дұрыс па, бұрыс па? Бұл жерде бірінші айтылатын нәрсе биологический жағы бар, физиология жағы бар. Шынымен де адам 25-ке келген уақытта денесі піседі. Ол үйлену керек. Ол үйленбесе, кейін ол денесінде үлкен ақаулар пайда болады. Әйелдерді өзгеше, еркектерді өзгеше деген секілді. Сондықтан бұны қазақ бабамыз бұрыннан білген. Сондықтан уақытында болған дұрыс деген нәрсе бар да. Бұл бірінші жағы бар. Екінші мәдени жағы да бар. Бұл әдет ретінде қалып қойған нәрсе, рефлекс ретінде ерте үйлендіру мәселесі бар. Енді бұрын бізде бабаларымыз енді көп жорықтар болды, соғыс болды, жауынгер керек болса туып алу керек болды да. Сондықтан көп бала туу да қатты не емес. Бірақ әдет ретінде қалып қойған бізде. Және де ислами жақтан келетін бір не бар, ата-ананың бір міндеті баласы үйлендіру деген. Сол бізде қалып қойған. Бұл әрбір ата-ана өлмей жатып, көз жұмбай жатып, баламның бір жерге барып қонғанын қалаймын деген не бар да. Сондықтан бұл ішімізде бар нәрсе, бұл кез келген ата-ана білетін. Және де андай нәрсе де бар, енді экономикалық жағдай да бар. Бұрын егер материалды экономика болса, қазір экономика впечатление деген нәрсе бар. Қазір жастар зат жинағысы келмейді. Қазіргі жаста әсер жинағысы келеді. Шетелді көргісі келеді, ананы көргісі келеді, анайды болғысы келеді, әртүрлі халдерде болғысы келеді да. Әрбір нәрсенің дәмін көргісі келеді. Сондықтан жастарды бұлай түсінуге болады. Олар жаңа экономиканың адамдары. Ал қарт кісілер олар материалды экономиканың адамдары. Олар айтады, егер материал нәрсе жинаған келсе, бір жерде орнықтауың керексің дейді. Ал жастар айтады, жоқ, әсер жинаған келсе, көп қыдыруың керексің дейді. Сол екеуі бір-бірін түсінбейді, қақтығысады. Көп адам негізі үйлене алмайтын себептері де таңдауды дұрыс жасауды үйретілмеген. Қандай критерийге, қандай нәрсеге қарап таңдау керек, сол жері көрсетілмеген. И білмейді, инстинктивно таңдайды башқа уақытта. Сол кезде ұнап қалды, бір химия болды, көзінде бір жанар ұнады, битті сөйтті, қылығы ұнады дегені сол бір әрекетпен, моментпен бүкіл қалған 40 жылдық өмір сүретін несін шешіп тастай салады да. Өте андай опасный шешім да, бұл ойлаңыз енді. Үлкен өмірлік 40 жыл бойы сізге инвестиция жасайтын бір үлкен жоба бар, 40 жыл бойы сізді асырайтын. Соны аласыз да бір мезетте, бір вечеринкада, бір жерде отырысты, бір жерде шеше саласыз. Ол өте қиын нәрсе да бұл. Бірақ ол логический жағын қарамайды адамдар. Қазір андай сезімін қарайды да, сол кезде сезім маған ұнады. Гормоным көтерілді, бітті. Гормонға негізі шеше салады да. Сол жері проблема. Ер адам сән әлемі, ер адам модельер. Мүлде келіспейтін антоним сөздер сияқты. Біз сіздер үшін бүгін сән үйіне барып, ер адамның да қолынан тігін тігу келетін дәлелдеп қайттық. Келесі бейне материалға кезек берсек. Сән әлемінің саңлақтары Джорджо Армани, Джанни Версачи, Сен Лоран. Бұл ер азаматтар әйелдерге қарағанда бұл салада бірнеше есе артық көп қаражат табады екен. Басқа қырынан қарағанда сән әлемінде ер азаматтар не жоғалтты дерсіз? Жалпы зерттеушілердің пайымдауынша әйелдердің кәсібіндегі ерлер 15%-ке көп қаражат табады екен. Біз бүгін сіздер үшін арнайы сән үйіне келіп, дәл осы мамандықтың қыр-сырымен сіздерді таныстыратын боламыз. Жалпы біз бүгін тігін тігу тек қана әйелдердің қана қолынан келеді деген аңызды жоққа шығару үшін келдік. Алдымен тігін тігу үшін неден бастаймыз? Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Жай ғана сызғышпен карандашты аламыз. Және осылай түзу сызықтарды сызып, сол сызықтар бойында яғни алдымен бастамас бұрын осылай сызып алу керек, иә? Лапканы көтереміз. Мынаны көтеру керек, сосын көтереміз. Дұрыс деп жатқан сияқты. Инені осы сызықтың бойына қоямыз. Енді жайлап педальға басыңыз. Енді бұлай кезіп жүреміз. Енді
Туп-тура шығады, да? Тура шықты, иә. Помимо того, что они учатся шить, конструировать и моделировать одежду, тігін тігу, конспект жазу, модельдеуден бөлек сән әлемінің тарихында оқыған жөн. Солай ой өрісін кеңейеді. Сонымен қатар дизайн мен стилистиканы да үйрену міндетті. Себебі көбі жеке стилист болғысы келеді. Сондықтан біз техникалық сурет пен сән суреттері бойынша сабақ береміз. Мұның бәрі идеяны қағаз бетіне түсіру үшін және оны тігіншіге көрсету үшін қажет. Дизайнер бастан аяқ бәрін білуі керек. Соңғы уақытта жігіттердің тігуге деген қызығушылығы артып келеді. Бізге IT саласындағы немесе лауазымы жоғары ер азаматтар келеді. Негізі олар киім жамауды үйрену үшін келеді. Ойыңыздағының қағаз бетіне түсіріп, эскиз бойынша киім-кешек тігіп, кейін сүйікті ісіңізді бизнеске айналдырып, танымал болу бұл саланың жақсы жағы болса, жұмысқа орналасу бойынша қиындықтар тұрақсыз табыспен жұмыс уақыты кемшілігі болмақ. Десе де таразыға салып саралап, таңдау жасаңыз. Жастайынан қуыршақ ойнап өскен қыз есейе келе әуе кемесінің жүргізушісі болса, тиісінше ойыншық көлікті жинап өскен бала өзінің табиғатына жат өнер түрімен айналысып, белгілі бір деңгейде жетістікке жетіп жатады. Бүгін біз бірнеше сағат уақыттың ішінде қолымызды машықтап, жақсы көрсеткішке қол жеткізгендейміз. Қазақ жастарының бойында қазір сізді бір тартымды ететін қандай қасиеттер бар? Тартымды ететін? Былай айтайын, мен шетелдік адамдарды да консультация жасадым, біздің адамдарды да консультация жасадым да. Шетелдік адамдар проблема шықса басқаларды кінәлайды екен. Қазақ проблема шықса өзін көп жейді екен. Сондай бір келбеті бар да. Қазіргі жастарда андай жастар пайда болып келатыр. Өзін жеумен айналыспайды, өзгелерді де кінәлаумен айналыспайды. Тек қана жоба, проект дамытқысы келетін жастар бар. Олар сүйсініп қараймын. Олар өте аз негізі. Бірақ шынымен де өте үлкен келешекте олардың кішкентай жаңа стартап дейікші, бастама нелері, жобалары. Алар келешекте үлкен нәрселерге алып барады деп ойлаймын. Олар өзі 2-3 адам болып жиналып басталады нелер. Сол өте сүйкімді көрінеді. Жоба бастайтын жастар и келешекке бір нәрсе ұсынғысы келетін жастар ала береміз, ұсынатын. Ғылымда жетекші орындарға шығу үшін, әлемге тану үшін қазақтарды. Өзіңіз айтпақшы, жаңа айттыңыз ғой, қазақтар жоқ болып кетсе, ешқандай халық өкінбейді деген сияқты. Шынымен өкінетін деймін. Қазақ жоқ болып кетті, бірақ қазақтар қайда? Біріншісі жауапкершілік. Ығыстыра бермей, анау істесін, мынау істесін емес, өзінен бастасыншы деген сияқты. Бірінші жауапкершілік. Екіншісі қамқорлық. Бізде қамқорлық жоқ, мысалы. Мен көбі адамдар білем, мысалы, діни, рухани көп кітап оқиды, бірақ қамқор емес. Жандағы адам еш ойламайды. Көп білеміз, бірақ қамқорлық жоқ. Осы екінші нәрсе. Үшінші нәрседе ғасырда не болып жатыр, содан хабар болса. Осы ғасырда не болып жатыр жалпы. Тек қана андай тиктокта не болып жатыр емес, шынымен де ғасырда не болып жатыр. Соны бір оқыса, сараптаса, осы үш нәрсе болса, көп нәрседен шығып кетуге болады. Өйткені жауапкершілік қимылдауға алып келеді. Қамқорлық бірлікке алып келеді. Ғасырын түсіну, басқа халықтармен жарысу мүмкіншілігін береді. Осы үш нәрсе. Табиғат мырза, енді біз сұхбатымызды аяқтаймыз, бірақ бізде блиц сұрақ деген айдарымыз бар. Жақсы. Яғни екі сөз жасырам, сіз соны асықпай, бірақ тез жауап беруге тырысасыз. Жақсы. Жақсы. Кеттік, екі сөзден біреуін ғана тыңдауымыз керексіз. Тез. Күш немесе ақыл? Ақыл. Ұйқы немесе тәтті тамақтар? Ұйқы. Бизнес немесе тыныш өмір, орташа жалақы? Жоқ, бизнес. Бизнес, иә. Абай жол немесе қан мен тер? Қан мен тер. Тамаша. Эко-активист болу немесе әлемге әйгілі киноға түсіп атақ алу? Сіздің есіміңізге байланысты. Атақ алу, иә? Жақсы, тамаша. Табиғат мырза, бүгін уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Өте құнды, жақсы дүниелер жасап жүрсіз. Сізге береке берсін. Иә. Көп рахмет сізге. Сіздерге де көп рахмет шақырғандарыңызға. Құрметті көрермен, келесі аптаға дейін хабар арнасы қосулы болсын.